Сіздерме, құрметті әріптестер, Қазақ тілі бірлестігінің Бақытсыз Жамал атты роман челленджіне қош келдіңіздер. Бақытсыз Жамал романы жалпы қазақ тарихындағы, қазақ әдебиетіндегі ең бірінші алғашқы роман болып саналады. Бақытсыз Жамал романының оқиғасына арқау болған мәселе ескі әдет-ғұрыптың қыспағына түскен қазақ қызының тағдыры, сүйгеніне қосылып, бақытты өмір сүруді армандаған бойжеткеннің трагедиялы жолы. Шығарма сол кезеңдегі қазақ даласының шынайы тыныс тіршілігін көрсететін эпизодтан басталады. 1910 жылы оның Бақытсыз Жамал атты романы жарық көрді. Бұл роман жазушының шығармашылық жолындағы ірі табысқан емес, бүкіл қазақ әдебиетіндегі елеулі көркем туынды болды. Бақытсыз Жамал қазақ әдебиетінде көркем прозалық үлгіде жазылған тұңғыш роман еді. Әйелдердің бас еркі, қоғамдағы жағдай туралы баяндалады. Мазмұндауларын тыңдап кетіңіздер. Келесі күні таңдап жолға шығып кететін болды. Және де олар таң салқынмен аттарынан мініп жолға шығып кетеді. Олар 3-4 күн жолда жүріп Ғалидің атасының нағашысының үйіне барады. Олар сол жерде нағашыларының үйінде өздерін жайлы сезінеді және де ешқандай қауіпсіздік жоқ екеніне көздері жетеді. Және де олардың нағашылары өте жақсы болады. Енді нағашылары оларды аяйды. Атасының нағашысының үйіне барады. Олар сол жерде нағашыларының үйінде өздерін жайлы сезінеді және де ешқандай қауіпсіздік жоқ екеніне көздері жетеді. Жамал көңіл күйі қатты түседі. Сөйтіп күндердің күні Ғали қатты ауырып өмірден өтеді. Ұйымдастырған осы роман бойынша, роман мазмұнының желісі бойынша құрастырылған тест сұрақтары сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Мектептің ортақ чатына жіберіледі. Соған ең бірінші жауап берген, дұрыс әрі нақты жауап берген 3 адамға сыйлығымыз бар.